Бәріне сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен бірге таңғы асқа арналған осындай 5 минутта дайын болатын қатпарлы пицца жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен лаваш, кетчуп, тауық еті, сыр, қызанақ және де қияр қажет болады. Ең алдымен сырымызды осылай видеодағыдай ортасынан 2 бөлікке бөліп, бірнеше тілімдерге жұқалап кесіп шығамыз. Мен қарапайым сырды қолдандым. Сіздер қалаларыңызға қарай плавленый сыр қолдансаңыздар да болады. Немесе сырды бұлай турамай үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Мен сырды видеодағыдай осылай жіңішке етіп, төртбұрыштылап турап дайындап алдым. Сырды осылай дайындап алған соң, келесі кезекте тауық етін турап шығамын. Тауық етінің орнына колбаса қолдансаңыздар да болады, өз қалауларыңызға қарай сосиски қолдансаңыздар да бола береді. Мен қақталған тауық етін таңдадым, оны осылай жіңішке етіп бірнеше бөліктерге бөліп турап шықтым. Сыр мен тауығымызды турап алған соң, келесі кезекте қызанағымыз бен қиярымызды турайтын боламыз. Міндетті түрде бұл таңғы асты жасап көріңіздер. Бар жоғы менде 5 минут қана уақытымды алды, өте тез дайындалады. Асығып тұрған кезде таңғы асқа өте ыңғайлы дайындауға болады. Қиярымызды осылай қиғаштап, ұзынша етіп, домалақтап турап шығамыз. Қиярдан кейін келесі кезекте қызанағымызды турайтын боламыз. Міндетті түрде жақсылап жуып барып турау қажет. Қызанағымызды осылай домалақ етіп турап шықтым. Егер қызанақтарыңыз үлкен болса, ортасынан бөліп, 2 бөлікке содан кейін барып қана турасаңыздар да болады. Қызанағымызды турап тәрелкемізге салып дайындап аламыз. Бәрін турап дайындап болған соң, келесі кезекте лавашымызды осылай бір жақ шетін кесіп дайындап алып, ортасынан кетчупымызды жағамыз. Кетчупты қасықпен немесе щеткамен бір тегіс етіп лавашымызға барлық бөлігіне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Кетчупымызды осылай жағып алған соң, туралған тауық етімізді саламыз. Примерно 4 сезонный пицца сияқты әрқайсының әр бөлігіне жеке-жеке орналастырып шығамыз. Бірінші бөлікке тауық етін, екіншісіне помидорды салдым, және келесі бөлікке туралған сырымызды салдым, және одан соң туралған қиярымызды орналастырдым. Бәрін орналастырып алған соң, осылай 3 бұрыштылап, бір-бірінің үстіне айналдырып, орап алатын боламыз. Айналдырып орау кезінде мұқият боламыз, шашылып қалмауы қажет. Дайындап алған соң, қызып тұрған осындай сковородкамызға салып, екі жағынан пісіріп алатын боламыз. Сковородка міндетті түрде өте қатты қызып тұруы қажет, сонда тез дайын болады қатпарлы пиццамыз. Пиццамызды осылай сковородканың екі жағына кезек-кезек аударып пісіріп алатын боламыз. Видеодағыдай осылай қызарып, жақсылап қызуы қажет. Осылай менің дайындаған таңғы асым дайын болды. Мини пицца деп айтсақ та болады. Дайындауға өте жеңіл және аз уақыт алады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоға лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналымнан бұдан да өзге пайдалы және де тез дайындалатын түрлі рецепттерді көріп жасай аласыздар. Менің осымен бүгінгі видеом соңына жетті. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.